Mine быйыл Нөксі районында Толбой Бастық фермер қожалығында быйылғы 2026 жылы зират үшін 40 гектар пақта егісін егіп басламақтамыз. Міне быйылғы пақта егісіміздің абзаллықтары быйыл Қытайдың Сенжон ұсулында бір тәжірибе есабында пақта егіп жатырмыз. 40 гектар пақтамыз, Құда қаласа быйыл шегіт қадаймыз 40 гектарға. Бұл пақтаның абзаллығы біздер енді бір бұл пақтаны басламастан бұрын басқа облыстарға, районларға барып, бұл пақта бойынша бір өздерімізге түсіндік алдық, семинарларға қатынасып қайттық. Бұл пақтаның қазіргі дәуірдегі абзаллығы, бұл пақтаның қосқатар тамшылатып суғару қосқатар қылып егіп жатырмыз. Бұл қосқатардың абзаллығы бұрын 1 гектар жерден тақ қатардан 120 мың түп дана пақта алатығын болса, қазір соның 2 есе 240 мың дана пақта түп санын алып жатырмыз. Соның есабынан қазір біздердің әр 1 гектар майданда қатар санын көптілігі есабынан зираттылығымыз асуды ықтималы бар қазіргі дәуірде. Сенжон ұсулындағы егіп жатырған пақтамыздың абзаллығы міне жабайы қалеген өсімлігіне глифосат препаратын берсең, бұл пақта шыдамлы, пақта өлмейді. Тек бұның жапырақтан суспензия арқылы азық береміз, пленка арқылы суын, удобрениелерін салып суын береміз. Бұл қол минеті аз болады екен. Көзде Құда қаласа бір 50 центнер, 60 центнер зират Құда қаласа көзілеп отырмыз.